12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Жағдай мәз емес, Мырзахан. Екі өкпеңде қарадақ бар. Және екеуі де ұлғайып бара жатыр екен. Мен саған облыстық ауруханаға жолдама жазып берем, срочно барып қарал, жарай ма? Сонда менде ана әлгі жаман ауру болып тұр ма сонда менде? Солай болып тұр. Дегенмен ол бұрынғыдай аса қорқынышта бар емес. Ауырғандардың 90% жазылып кетіп жатыр қазір. Қалған 10% ше? Енді қалған 10% олар да бұрынғыдай бірден ана жаққа кете бермейді. Қазір медицина дамыған, өзің білесің. Жазылмағандардың өзінің өмірін бар ғой, 3-4 жылға ұзартып береді. 3-4 ақшыл. Сонда 3-4 ақшыл қалдым мен. Ой, басталды. Сен әңгіме басталмай жатып, өзіңді ана 10%-ның ішіне қосып қойып жатсың ғой. Уайымдамашы, қорқатын ештеңе жоқ. Тек ана облыстық ауруханаға бар, тез жылдам қаралу керек, тексеріл. Болды, онда тұрған не бар? Клиент те жоқ. Күнде кеттім ай. Қалайсыздар? Қалайсың, Мырзеке? Отыр жайлы болсын. Қайдағы жайлы? Клиент жоқ, таңнан бері. Клиент жоқ болса, жүрші маған көмектесіп сонда. Қойшы Мырзеке, жұмыста отырып қой. Бір клиентің жоқ, қандай жұмыс сен? Боптық қойыпшы сен. Сен көмектесші, Сәбит. Қой сойып алу керек еді. Қой? Клиент келатыр. Қайсымыз аламыз бұны? Мына клиенттің жүрісі 2-3 теңгеден артық бермейтін жүрісі ғой мұны. Сәбит, сен ала берсе, мен Мырзакеңмен бар қой сойысайын. Адам ниетін қайтарып қойды ғой. Қой сояды дегенге қуырдақ береді екен деп демеленбе. Мырзаке не болды? Қой сойып тұр, қуырдақ бермейсің бе сонда? Берем, бірақ қалаға ауруханаға кетіп бара жатырмын. Дәрігерге берейін деп. Енді кішкене дұрыс қарай ма деген ойда менде. Тыныштық па, Мырзаке? Тұмау кішкене. Бірақ шек қарын қуырдақ қып берем, ойымдама. Болды, шек қарын таза витамин қой. Жүр онда кеттік. Ассалаумағалейкум. Дулат деген. Туысқан бет мен. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалай, Мырзахан, үштер аман ба? Жақсы. Апам қалай, жақсы ма? Сен бергеш. Не болды? Сенен бір өтінішім бар. Өзің білесің, үйде ремонттап жатырмын. Соған ауданнан шамалы азын-аулақ материал керек еді, соны алып келейінші, жүрші. Ол материал алып келудің мен машинам жеңіл машина сыймай жүр. Газель жалдау керек қой. Ештеңе етпейді, қайта сенің машинаңа жақсы сияды. Бүгін әкелу керек. Бензинді құйып берем, жүрші енді. Мәселе бензинде емес. Қолым тимей тұрады. Қой сойып алам ба дегенем бүгін. Сонда мүлдем қолың тимей ма? Қол тимей тұр ғой со. Енді қайттік. Онда мен қойым соя берейін. Сізге машинам беріп берейін, өзіңіз алып келе берсеңізші. Рахмет, Мырзахан. Сен маған қатты көмектестің. Кешке әкеп берем машинаңды. Болды. Кешке әкеп сайым өзім. Жарайды, Ақжол. Ағайын да, туысқандарымыз. Ұят. Өзіңіз бармайтын болдыңыз ба? Қой соям ғой бүгін. Негіз ағайындарға көмектескендір. Тарталау. Не ала деген?
Ой, малдың көзі пышақ қайрауға болмайды. Ой, не қала деген ақыр өлетін мал ғой. Сенбеймін мен ондайға. Ой, тарт демейді саған. Ой, болмайды деймін саған қайрауға. Енді өткір болсын деп атырық та. Қайрама деймін саған, болмайды. Сен білесің ба, малдың көзі пышақ қайраса не болатын? Не болады? Мал ананы көргеннен кейін қорыққаннан шокқа түсіп қалады. Шоковое состояние деген білесің ба? Шокқа түсіп қалған мал бірден қорқып қалғаннан кейін ана еттеріне, денелеріне гормондарынан зиян нәрселер бөлініп, етке өтіп кетеді дейді. Ал етке өткеннен кейін етке зиян, жеген адамға одан сайын зиян. Сонда бауыздаса ештеңе қылмай ма сонда? Жоқ, бауыздасаң ештеңе қылмайды. Өйткені сен анау өткір пышақ қой. Білдірмей артынан келіп тамағынан орып жүрген кезіңде лақ еткізіп арамған бірден шығып кетеді да, денесіне тарамай қалады. Зиян өтпейді да денесіне. Бұның бір гениальный жері ана жұлыны ғой. Ми жұмыс істеп тұру керек қой. Сол кезде анау ми хабар беріп тұрды маған қан бер, қан керек деп. Арамғандар өзі шығып кеткен. Ешқандай зияны болмайды. Қайда пайдасы болады оның. Болмайды ол қайрама оған. Мырзеке, мынауың бір тұтас ғылым ғой, Қараш, қойдың өзі үйіп тыңдап тұр ғой. Осы мектепте биологияны қатты оқығансың ау деймін, Ей, оқып қарыққан жоқпыз. Әкемнің айтқандар бұның бәрі. Бұндайлар жаман қатты білетін еді ғой. Мәңгі бақи қасымызда жүретін сияқты. Жарты сөзін ұқсақ, жарты сөзін ұқпайтын ек қой. Ей, жатқан жерің жайлы болсын. Әке, сіз сұрап жатыр. Кім сұрап? Алло? Кім? Ей, қарлығыш не болды? Жақсы, тиштік па? Саға жүр, не қылды? Иман саламат болсын, Ой, бұ. Жарай, естіртем. Мақыл онда, жақсы қар. Не болды, Мырзеке, тыныштық па? Сағам жиені қайтыс бопты, Ленгірдегі. Ой, бұ, иман саламат болсын. Енді? Сол естіртімдер дейді, қайтып естіртемін сон? Қалай естіртеміз оны? Апамда жоқ еді, оны қайтеміз сон? Не дейміз сон? Қойды кейін соямыз, естіртейік етерге бар. Жаным сол, Есен аған жиенің арқасында сенің де жарты күн болса да көретін күнің бар екен ғой. Шешіңіз, Мырзеке, аяғын шешіңіз. Жүре тұрсын айтса, ішіге өп кетеді. Ес жауып кетсек бар. Шешіңіз. Жақсы кетеді ғой, неден қайтыс болған екен, Енді оны қалай естіртесің енді? Ана қыз жібекте төлеген өлгенде, төлегеннің өлгенде қалай естіртті көріп алмадың ба интернеттен? Интернет емес, қазір кітаптан қарап аламыз. Арман, босая! Кітаптан? Кітаптан көреміз. Босайшы дес. Кітаптан көрген түсініктілеу болады. Боша қимылсыз жылдам. Ал, қалайсыңдар? Шайданыңдар. Санды ойналан шай қойып отыр. Қалайсыз? Жақсыз ба өзіңіз? Жақсы. Үйге мал жақын болған шында көбейіп кетеді. Кәне, шай ішіп отырыңдар. Тастаса кітабыңды, шай ішші. Мынаны маған бір. Қалайсыз? Жақсы, өздерің қалайсыңдар, шай ішіңдер. Есаға. Аққу ұшып көлге кетті. Аққу несі? Дуадағы ұшып шөлге кетті. Қайдағы дуадақ? Жұмба қайтып отырсың ба маған? Құдай бізге бір гауһар тас беріп еді. Оны өзімен ап кетті. Не отыр еді? В общем, Есен аға, Темірбек деген жеңіз қайтыс болды. Иә. Рас па? Ай, асылым. Болған іске болаттай берік болыңыз. Боласың, амал жоқ. Тумақ бар жерде өлмек бар. Сабыр қылыңыз, Есаға. Ай, асыл ер еді ғой. Ай, жиенім, ай. Айтсай бірдеңе. Қазаның арты қайырлы болсын, Есен аға. Қазақта айтады ғой, жиен ел болмас, желке ас болмас деп. Ой, атаңын елет, не айтып тұрсың сен? Жиен неге ел болмайды? Желке ас болады, майлы болса, жиен ел болады. Малды болса, жайлы болса дейді. Иә. Адамымыз қайғырып отса. Байғыз, жайледі ғой. Жайлы кіседі ғой өз. Сабыр қылыңыз. Қаза болғанда қайғырып бір отырсам, тірісінде қадірін білмегеніме тағы да өкініп отырмын.
ойбой соны айтсайшы. Сабыр қылыңыз, Есаға, сабыр қылайық. Сабыр қылмағанда не Жарат- істейсіз енді? Жаратқанның жазуына амал бар ма? Мырзахан, сен мен машинаңмен Ленгерге барып таста. Барайық енді. Ленгерге дейсіз ба? Қалай болады екен ол? Өзімді ертең қалаға шықсам ба, ауруханаға көрінсем ба деп жүрем. Онда бол ғой, сенмен бірге қалаға шығып кетейін де мен. Ары қарай Ленгерге өзім жетіп алам ғой. Ол ертең барам деп отыр ғой, бүгін жетіп алайық та барайық та бір нәрсе қылып. Бүгін шығып кетеміз онда. Бүгін шығуға да болар еді, бірақ қой сойын деп ем, оның үстіне дулатта машинамды айдап кетіп еді, қырсыққанда. Ай, сойсаң қойыңды сойып алсайын, машинаңды ал, қойыңды сойып ал. Сол кешкі салқынмен шығып кетейік та. Иә, Ертең жаназасына үлгерейік те барып. сөйтейік. Онда сендер жұмыстарыңды бітіре беріңдер. Мен оңаша отырып, жиенімді еске алып қайғырып алайын. Барыңдар, кетіңдер, бәрің. Мен оңаша болмаса жылай алмаймын да. Жақсы. Еске алып жылайын. Сендер де барыңдар, кетіңдер, сендер де. Барыңдар, бәрі сендер де бәрін кетіңдер. Оңаша отырып, еске алып алайын. Қой сайып тастайық енді. Қой қайда? Жанды ба деймін? Шап, мә. Қой жоқ. Қой жоқ. Қалай жоқ, қайда кетті ол? Мен қайда білейін? Маған записке жазып кетті дейсің ба сол? Немене тапа-тал түсті үйге ұры түскен ба немене? Арман, шығыла! Іштігін тез! Мадияр, сыртты көрші бар. Болды, я. Жоқ қой, мына қой, жоқ қой. Барсам есік ашық тұр, жоқ. Үйдің артында да жоқ, көріп келдім. Көшеге шығып кеткенше көшені көрейік та мырзеге. Ойбай, таңға қоқи. Есік жауып жүрдіңдер, давай, сендерге. Арман, мына жақты көрсен. Шұл аяқтар ашты сен. Әлі алысқа ұзай қоймаған жер, босайтып жүрсек көрсе бар аяқа. Көрер жарығы бар қой екен, айтпақшы мырзеке, Нұрмұхатадан алып бердіңдер, гарантиясы бар ма еді десең, Қойшы. О, айтпақшы машинаңыз келе жатыр. Мырзеке. Анау келе жатыр екен ғой. Бұл не апчай келе жатыр? Енді кісінің машинесі деп ұқыптап айдап келе жатқан түрлері шығар. Мұнауың ұқыпты айдаған соншалық машинаны от алдырмай айдап келе жатыр ау? 500 аттың күші бар машинеңіз, 10 баланың күші бар тәшіге ұқса қапты. Неге бітіп келе жатыр бұл? Ай, арысым, ай. Әсет қағазақ. Ай, арысым, басқа қағаз таппай қалдың ба? Есен? Ай, Ленгерге тойға баратын болдық. Темірбек жиенің қызын ұзатып жатыр екен ғой. Бой жет қапты ол да. Бейсенбі екен ғой, бара алмаймын. Бейсенбі болса не бопты? Боссың ғой, қой, барып қайтақ, ұят қой. Бара алмаймын деген екен, бара алмаймын. Болды. Әңгімені көйтпе. Неге бара алмайсың? Ол да біздің Рүстемнің тойына келмей қойған. Енді келмесе себебін айтты ғой. Себебін айтса, біз де себепті сылтау тауып айтамыз. Көп сөз көбейтіп қойш, шөп чабығында. Өзім жауап берем ғой. Ят болатын болды. Той деп, тойдан басқа жұмысы жоқ адам сап. Жоқ па? Жоқ. Қармаған жеріміз қалмады. Ана жақта да жоқ. Той, кеттік онда үйге қайтайық. Мына
Мынаның қай жерге кеткенін түсінбедім. Енді мырзаш, безобид. Ұят болды сенен енді. Ой, мені қоя берші, Есен ағадан ұят болды бәрінен де бұрын. Жиені қайтыс болған ғой. Соған осы машинамен барамыз деп уәделесіп қойып ек, қарашы, қырсықта, я. Ойбу, енді қайттық. Бәлкім жөндетуге ақша берермін, мә? Ой, қойай, керек жоқ. Оны сен әдейі бұзған жоқ шығарсың. Табылды ма? Табылды, міне. Сен әзілдейтін уақыт тапқан екесінде. Ту, әке қарамаған жерім жоқ. Тіпті ят екен 21 ғасырда қой іздеп жүрген. Қой, ят па екен? 21 ғасырда ет жеу ят емес. Іздеу, бағуға келгенде ят тап болады екен, я? Соны жақсылап қарағандарында үйде. Көше кезіп жүрмейтіндендер. Іздеңдер бір қайтадан бар. Арман, көр ана жақты бар. Ол не қой, мырзаш? Ой, бағана қой соям деп атыр едім ғой. Соны қой сояйын деп атқан кезде Есен ағаның үйіне жарты сағат шығып кетпейін ба? Кесе мынадар айырылып қапты. Енді жүрістері мынау. Дука, сен әуре болма. Сен кінәң жоқ, оның үстінде әдейі жасаған жоқсың. Үйіңді ремонттап атсаң, жұмысында қалма, бара бер. Ренжімейсің ғой, бәке, ренжіме, я? Жоқ. Әйет болды. Бірдеңесін қылармыз енді өзіміз. Істелетін түрі бар ма? Мынаны білетін адамға апармасақ түсінбедім мен. Ай, өлдігенге сенбейм. Звондап көрейін, өлмей. Темірбек. Абонент временно не может. Мына қыздар біліп тұрмай. Ай, арылмай. Тағы да 300-ден асып кетті. Енді мұнды қысқартамыз, Анау, Темірбек жеңді, сіз. Темірбекті? Ұят емес па? Ей, несі еді оның? Алдыңғы тойымызға кемеді. Бұл тойды естіді ме, естімеді ме? Оның тойына біз де бармадық. Ол естісе келе ме, келмей ме, кім біледі? Кейін шай беріп шақырамыз. Өкілімет сіз. Сызам. Сіз, қарамай. Енді кімді? 300-ге дейін сызуымыз керек қой. Ойба. Кім бар ма? Ары көтінерсіз. Сабыртсыз ауылда. Тойына шақырмаған бізді. Соны сылтауыр атамыз ғой. Бізді шақырмадық дейміз, шақырмағасын. Асылбай. Мынау оңайлықпен кетпеу керек еді ғой, Мырзахан. Мына төменгі скоростьқа қойып, газды бере берген ғой мынау оңай. Айттым сізге, Мырзеке, оның нәрсе емес деп қоймайсыз. Соны айтам ғой. Сабыр, жігіттер, ашуланбай бір-бірлеріңе. Қанша болады, Пасойский? Қанша болғанда 40 мың. Айбай. Жұмысы, запчасы, бәрі соның ішінде. 40 мың? Бір қой деші, я? Сонда енді, бір қой. Жақсы, семіз бір қой ғой. Бағана ғана бір қойдан айырылып ек. Қарасай ма, қырсығын. Соны айтам ғой. Хотя запчасын төлесей. Төлейм деп тұр ғой, төлетсей. Болды, құш. Не деп төлетем оған? Ағайыным ғой мен. Өзінен болмаса да әкесінен ұят қой. Ағайынгершілікке жатпайды ол. Ағайын болғаннан кейін. Сонда не оныкі бұзып алып келген ағайынгершілікке жата ма не? Соны айтам. Енді байқамай. Өзім бердім, несіне ренжи береді. Тоқташы, сен өзің бергенде оған айтмайсың, бытшын шығарып кел деп айттым Юсіп. Не аласың, істетесің ба? Азанға дейін істеп беретін болсаң, істетем. Азанға несі мынауың кемі 2 күн алады ғой. Ой, 2 күн? 2 күн алады мынауың. Талқашып кеткен ғанам бәрі. Айтпа? Батырда жеңді. Солай. Құдай бір айналдырған шыр айналдырады деген қарашы ма? Ол малы. Ысқырып тұрған машина еді ғой, ысқырып тұрады ма? Мырзахановтікі де дұрыс қой енді, ағайынгершілікке сап отыр. Ой, мынау қоймай деген мынау. Мен байқамай қалған ғой енді. Ойбу, Есен аға да звондап отыр. Ұят болды, мына кісіден бар ғой. Қой болса анау, машина болса мынау. Сен барып келші, Мадияре. Мен ба? Сен емес, сен. Маған қарап айттың. Қойшы. Адам емессіңдер. Отказды да адам құсап бере алмайсыңдар, қойшы деп.
Өзім ақ кете берем, апармасындар апармай қойыңдар, папуды жүре берем. Қойшы емес, қойшы деймін, қой. Мә. Қой табылмады ғой. Қойды айтып жатыр. Қойма. Иә. Мен қойшы деп жатырма деп. Қойды, қойш. Оны сойып, сорғытып жүрген кезде кеш бат таң атады. Үйтіп жүрген кезден Есен аға жаназадан қалып кететін болды қазір. Апарсам апарып келейін. Қазір бір-екі шаруаларым бар, соны тындырып алайын, кешкі салқынмен шығып кетейік. Шаруа демек сағат неше болды? Мен клиенттерім күтіп қапты ғой. Шынымен кеттік. Машинаны ала салайын онда. Кеттік. Қалды мына машина. Үйге апар кешке, Мырзахан. Доктор саған нақты не айтты? Нақ бүгін қалаға сен асығып кетіп бара жатырсың, а? Есен ағаға бол асығып баратырмыз. Доктор саған не айтты деймін? Ештеңе демеді, енді суықтап қалғасын деді. Өкпеге шауып кетпеу үшін қалаға барып қарал деп жатыр. Сонда жай суықтағанға бол, ана бір қойдың етін арқалап облыстық ауруханаға кетіп бара жатырсың ба? Қойды апармайтын болып шештік қой. Сыйладық қой ұрыларға. Ол қойын қазір менен бұрын қалаға барып, базардың сөресінде тұрған шығар. Мырзахан, сенікі шынымен жай жөтел ма? Мүмкін мен бірге барарым сенімен. Ой, қойшысың. Уайымдамаш, бәрі жақсы, Құдай сақтасын. Енді барып қарал деп атады, көрінеміз барып. Қайтамыз сосын. Жоқ, саған жақсы деп айтты ма? Жақсы деді, жақсы, уайымдама деді. Кішкене жөтел деді да болды. Ана Дулатты айтам. Машинаны бұзып, жөндетіп әкеп бермегені қызық екен, е? Ой, сен айналайын-ау, мен денсаулығым жақсы деп ем. Дүниенің әңгімесіне көшірдің ғой сен бірден. Не? Сонда, бұл үйдегі жалғыз дүние қоңыз мен ба? Сен ақшаны жақсы көрмейтін періштесің ба сонда? Жоқ, адам әңгіме ондай емес, мәселе ондай емес, мәселе туысқандықта. Мәселе ағайынкершілікте. Мысалы, ол Дулаттың әкесінің әкесі мен әкесімен туған бауыр. Яғни біз жақын туыс бауырларымыз. Солай емес пе? Ал енді мен одан ақшаны қалай аламын мен? Мен оны түсініп отырмын. Нен? Бірақ енді әркімнің өзінің өмірі бар ғой. Туысыңмен қатыс, тойына бар, өлімінен қалма. Бірақ енді сенікі, менікі, сенікі деген ұғым ол ескірген Мырзахан қазір. Қазір ешкім олай ойламайды. Сенікінің бәрі бар ғой, есеп айырысу екен ғой, таза туысқандық емес сенің мына әңгімең. Мен одан қалай есеп айырысым? Мен одан қазір ақшап әкіп кетсем, не болды? Бөтен болып шықтық қыз, ағайын емеспіз ғой. Ана епоштан ешқандай айырмашылық жоқ қой. Әкесесі не болады білесің ба? Ренжімесе де бір түрлі болады. Енді менің әкем тірі болғанда, өйстіп жүргенімді білгенде ол менімен мүлдем сөйлеспейтін еді ол. Так что ондай әңгіме екінші қайталама маған, түсіндің ба? Мадияр келді-ау дейме? Мен кеттім онда мақыл. Барып келейін ертерек. Мырзахан, сонда сен шынымен... Балалар енді саған аманат. Жақсылап қара. Қалай аманат сонда, Мырзахан? Сен... Мадиярлар күтіп қалды. Мен кеттім. Әлі сен ағар алу кезек. Мырзахан, сумканы алсайшы. Темірбек туған әпкемнің баласы ғой. Кішкентайымнан деп бала кезінен білем. Нағашы деп томпаңдап артынан еріп жүруші еді. Бишара.
Амал не? Өз бір аңқылдақ баған ақ көңіл жігіт еді. Сол бір жаны жайсаң, ешкімге жамандығы жоқ жиеніммен араласпай кеткеніме 5 жыл болды ғой. 5 жыл? Иә. Сонда араласпай кеткенде араларыңызда бір нәрсе болды ма? Ештеңе де болған жоқ. Ұсақ түйек әңгімелерде тойға неге келмедің, неге шақырмадың деген сияқты. Осыдан 3 жыл бұрын қалада бір рет көрдім. Содан қайтып көрмедім ғой. Ассалаумағалейкум нағаш. Уағалейкумассалам. Ендігі бізді танымай атымызды да түрімізді де ұмытып қалған шығар деп ойласам, таниды екенсің ғой. Келін құтты болсын. Балаңызды Рүстемді айтпай үйлендіріп алдыңыз, тойды өткізіп алдыңыз. Білмеймін ғой әйтеуір. Өзіміз танитын, білетін ағайынның бәрін шақырдық деп ойлаймын мен енді. Енді шақырғанда... Жарайды, мен уақытым жоқ кеттім. Нағашы еке. Нағашы. Ана баяғыда қатты бір больницаға жатып қалған кезде да сол кезде келіп пе еді, келмеп пе еді ол? Ол кезде өзімді келетін шығар деп күткем. Бірақ естімедім ма, келмеді ғой әйтеуір. Кейін оны ауырып қалды деп естім. Қу тәкаппарлықта. Қанша барайын деп оқталсам да әйтеуір бармадым ғой соған. Енді мені көрмейсің бе? Бір ауыз сөзіне зар болып қалдым ғой. Ойбай, Құдай. Бұлай бұларын кім білген енді? Алты қайырлы болсын. Босамаңыз енді, болды Исаға. Сабырыңыз кішкене. Осыдан Темірбек тіріліп келіп той жасаса, шақырса, шақырмаса да тіпті барып, құттықтап, бетінен сүйіп, құшақтап, тойында зыр жүгіріп қызмет жасар едім. Амал не бірақ. Арман боп қалды ғой енді. Тірісінде сыйласпағаннан кейін, мың жерден мақтасаң да, өлген адам қайтып келмейді ғой. Оныңыз рас енді. Ұшпақ қой, ұшып кетті ғой, ұшып кетті. Қой, тыныштық керек. Есен аған жиен сияқты авариядан өліп кетуге желание жоқ. Мына сәл оңға алып тоқтап 5 минут болса да сөйдекші. Ұйықтап алайық. Адам өзі ұйықтамайды ғой, мен ұйықтап кетеді ғой. Ұйықтайық. Тоқтайсашы ма? Ай, Мадияр, тұрыңдар, ей, Мырзахан, тұрыңдар. Ай, тал түспекті ғой, тұрыңдар. Ай, жол ұзақ деймін, тұрыңдар. Кетейік ертең жол ұзаққа кетейік, тұрыңдар. Ай, Мырзахан деймін. Тұрасыңдар ма жоқ па? Тұрсаңда кетейік те, жол ұзақ қой кетейік ертең. Нағашыға ассалаумағалейкум. Ой, Темірбек? Иә? Сен не қылып жүрсің? Не қылып жүргенде? Нағашыға сіз... Жігіттер, не болды сізге?
Наға жүгі, наға жүгі. Есін аға. Наға жүгі. Есін аға. Наға жүгі. Есін аға, не болды? Есін аға. Наға жүгі. Есін аға. Есін аға. Не болды? Есін аға. Кім наға жүгі? Наға жүгі. Мен не істеп жатырмын? Жаназаға кешіктім ғой. Темірбек. Не деп айтты сізге сонда? Туберкулез еді ғой. Туберкулез емес сенде. Рак па? Да какой там рак? Начальная стадия пневмонии. Пневмония? Сонда қанша өмірім қалды менің, доктор? Айта беріңіз. Пневмония деген суық тию қазақша айтқанда. 10 күн дәрі ішесің, жазылып кетеді. Доктор, бүйтіп көңіліме қарамаңыз. Мен бәріне дайындалып келдім. Психологически де дайынмын. Жүрегім де нормальный. Қандай ауру екенімді айта беріңіз, доктор. Дайынмын мен. Сен не? Ауру бола алмай жүрсің бе? Сап-саусың сен. Қалай сау? Қалай сау? Дәрігерлер неге олай айтады бұнда? Олар айтты ғой маған, сен туберкулезсің деді. Мына жөтелім мынау, қалай мен саумын аға? Енді ондай болып тұрады адам болған соң. Аппарат ескі болған соң дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Кейде снимка ауысып кетеді, кейде врачтар безопытный болуы мүмкін. Или мүмкін жолда чудом жазылып кетті ме екен. Ондайды бола ма сонда? Әрине болады. Бола ма сонда? Енді болады. Ең бастысы сап-саусың. Соған қуан. Қалғанда басқа атырып қайтесің. Саумын ба? Саусың. Мен ауру емеспін сонда? Мен сонда шынымен саумын ба? Саусың. Кешіріңіз. Рахмет аға. Мен саумын. Саумын. Саламатсыздар. Есаға, тұрыңыз. Есіңізді жеңіз, Есаға. Анахан, біз үшеуміз авариядан қайтыс болып, неде жүрміз бе? Ой, Құдай сақтасын. Қайдағы өлген? Тіріміз, Есаға. Тірісіз сізде, тірісіз. Онда мен Темірбектің ақ қайта көре берем. Өйткені ол өлмеген екен. Тірі. Иә. Рас па? Рас. Темірбек тірі. Менің өкпем сау. Онда мені шымшып көрші. Ой, міне. Жайырақ шымшымайсың ба? Сенің шымшығаның ұйықтаған адамды оятатын да емес, өлген адам тірілтетін де шымшысыз ғой. Болды, Есен аға, дайындалыңыз. Қазір Темірбек жиеніңіз кіреді. 3, 2, 1. Тан-таран-тан. Міне сау, аман-есен. Қалай тәуір болып қалдыңыз ба? Қайда жүсті? Сыртқа шығып сөйлесекші. Сыртқа шығып Темірбек ау, өзі не болды? Айтшы бізге түсіндіріп. Кеше емес алдың күні бір кафеге тамақтануға кіргенмін. Күртешемді шешіп қойып столға қолымды жуып келсем, жоқ. Ұрлап кеткен ғой күртешемді. Ой, сұмдық-ай, қымбат күртешем еді? Ой, қымбат қой. Бірақ анау қалтасындағы құжаттарым, мен телефоным, ұялы телефоным. Барлық документ, паспорт бәрі кеткен ғой қалтасында. Бәрі зойшты қысап шыққасы сонда? Қалтамда тұқын ғой бәрі. Қақтан мен ол. Сөйтіп ол таксиге мінген. Такси трассада кетіп барады, жол апатына түскен.
Бір қызығы жол апаты ішіндегі таксилердің бәрі аман. Тек жаңағы ұрып өліп кеткен ғой. Айналайын. Оны тағы да моргке апарған. Бет күйіп қалған. Қалтасын бар документ менікі. Құдайдың құдіреті десеңізші. Содан екен ғой біз сізді үйге мен одан кейін жерлеуге дайындалыңдар деп хабар жіберген ағайындарына. Айналайын. Әні құлай қаққанда, соның орында болса кетті ғой. Айналайын. Өшкенім жаным, өлгенім тірілгенде болды ғой. Келші бір құшақтайын. Нағашылар жиенді іздеу үшін өстіп өліп тұру керек ау деймін анда-санда. Қайдағын айтпақ қой, аман болдық. Аман болды, ел жұрт ағайын туған туыс аман болсын. Ауырлығымыз арылмас, өстіп туған туыс аман болсын. Енді тойға шақыратын шығарсыз. Ей, қой, қайда әзілі шақырмай сендер не? Не? Шұғыла? Бақыт? Шұғыла? Мынадар қайдан келген? Бұл өзіміздің қойлар ғой. Өткенде сіз жоғалтып алған. Ана Мәлік ағаның бақшасына кіріп кеткен екен. Сол кісі өзі әкеп берді. Ал ана екіншісін сізді қой жоғалтып алғаныңызды естіп ұстаты әкеп берді. Мынаны сізге тегін берді. Қой? Ой, Фірмай мұна. Ана Мадиярдың айтқандай гарантиясы бар қой болды ғой, значит. Ана не қой? Үшіншісі қой жүр ғой, тағы бір қой жүр ғой. Ол Дулат аға әкеп берді. Ей, неге алдыңдар? Амау керек еді ғой. Өзі бой бермеді. Машинаны бұзған үшін емес, арманға атағанын деп тасап кетті. Ой, айналайын. Туысқаным, ағайыным ғой, ағайыным. Айттым ғой, бауыр ғой деп. Қарашы, мына ой Фірмай, мына бірден байып кетті қой, мына күйгені күйіп кетсін. Бір қойды жақсылап тұрып, сорпа шекші көріп, құнан қойдың сорпасын ішіп. Сол кезде мына жөтел мүмкін. Бір қойса, осы сорпадан кейін қоятын шығар. Алда дайындалыңдар. Құдай берді деген осы. Ой, айналайын Дулат-ай. Ұстата, жаным әшейін сейсен қаната. Көкем үйренейін де? Мінекей қалқам. Ала ғой, тағы да. Әділ ғой көкем. Мінекейіңіз. Сау болыңыз. Айттым ғой ағай, көрдіңіз ба? Тұрақты клиентіңіз болып алды бұл қыз. Құдай қаласа естіп бизнесіңіз жүріп кетеді. Құдайға шүкір. Содан жаңа көке айта беріңіз. Мәселен, Мадияр, сен қойың жоғалса іздейсің ғой, Енді болса іздейсің ғой, жоқ болып тұр ғой бірақ. Ал сенше Сәбит, сиырың жоғалса іздейсің ба? Біз іздейсің ғой. Іздейді ғой, іздеймін, бәріміз іздейміз ғой. Мен іздеймін. Көрдіңдер ма? Біз ит мысығымыз жоғалса, оны жан ұшырып іздейміз. Ал енді ағайын туысқандардың өкінішке орай қазір мал құрлы қадірі болмай жатыр. Негізі хадисте кімде-кім өмір жасы ұзақ, мал дүниесі көп, бала шағасының көп болғанын қаласа, ағайын туысқандарымен қарым-қатынасты үзбесін дейді. Мінекей, ал бізде қазір керісінше сол қу дүние үшін бір туған бауырлар бірінің бетін бірі көрмей жатыр. Оныңыз рас, Ибрагим аға. Уақыт біраз болып қапты. Бүгін саудада жүрмеді. Ай, жігіттер, мына алмадан алып, үйлеріңе, балаларыңа апарып беріңдер. Ой, апарған емес. Бүгін өтпесе ертең өтеді. Беріп тұрғанда алсай. Ой, Ибрагим аға. Сендер барлығында маған туысқансыңдар. Алла тағала маған басқа жағынан береді. Алыңдар. Алсаңдаршы. Рахмет аға. Алыңдар. Рахмет. Алсаңдаршы. Сәбитжан. Алсай шешті. Ертең кеш жетеді ғой енді. Армандаймыз бақытты жанияның болғанын, ақылды қарияның жолдары, байлығын екі қолдағы. Аңғармаймыз бағыңды даралайтын күшінде, барыңды бағалайтын кісінде, өз отбасыңның ішінде.
Жастықты сағындырған шағы бар, қаттықтың мағыналым мәні бар, уақыттың кілті табылар. Өлген үйге әңгіме әзілінде сәні бар, тәрбие